Саламатсыздар ма? Бүгін біз трансформатордың қызметін, яғни осындай бір трансформатордың қызметін танысатын боламыз. Бұл трансформатор менің трансформаторы сварочный агрегаттың трансформаторының бір бөлшектері. Бұл трансформатор нені анықтайды? Сұйықтықтың барын не жоғын анықтайтын трансформатор. Яғни қазір оны білу үшін біз LED-ті трансформаторға жалғаймыз. Трансформаторды тоққа жалғаймыз. Сол LED-ті енді суды таныса, ол суда сұйықтық, сол сұйықтықты таныса, ол жұмыс жасап тұрғанын білетін боламыз. Мінекей қазір тоқты қосам. Мінекей. Яғни бұл трансформатор қазір 220 вольтке де қосам. Көріп тұрғандай жасап тұр. Бұл трансформатор қалай жасайды дегенде, бұл дизельный двигательге, яғни аккумулятордың катоды дизельный двигательге жалғанады. Полностью жалғанады. Бакке де бәріне жалғанып тұрады. Сөйтіп жалғанып тұрғандықтан сұйықтыққа барады. Сұйықтықта оның бір ерекшелігі өртену қаупі жоқ. Өртену қаупі жоқ болғандықтан LED оны тоқты алады өзіне сұйықтық арқылы. Сұйықтық арқылы алғаннан кейін ол LED жанады. LED жанғаннан кейін ол жерде сұйықтық барын білуге болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Қайттан түсіндірейін. Немесе схеманы көрсетіп түсіндірсем бе екен. Схема осы. Схема осылай. Мыналар LED-тер. Мыналар нелер? Тексеретін заттар. Осылар сұйықтықты тексеретін заттар. Мынау ары қарай аккумуляторге баратын катод, яғни жаңа айтып кеткен катод, сол аккумуляторге баратын. Бұл аккумуляторге қалай барады дегенде, сұйықтық арқылы барады. Яғни сұйықтық жоқ болса, LED те жанбайды. Ал сұйықтық бар болса, LED жанады.